Сәлем достар, Python негіздері курсының екінші сабағына қош келдің. Біз бұл сабақта шартты операцияларды өтетін боламыз, яғни if, elif, else. Мұнда оның құрылымы берілген, оны қазір сол түсіндіретін боламын. Сонымен бұл сабақта біз input, int деген функцияларды бірге өтетін боламыз. Яғни inputты біз қолмен мән енгізу үшін қолданамыз. Алайда ол input бізде әрдайым string мәнді қайтарады. Ал бізге интежерге айналдыру үшін бізге int деген функция керек. Қазір оны көрсетемін. Және салыстыру үшін біз үлкен, кіші, үлкеніне тең, кішіне тең, тең болса, тең емес болса деген амалдарды қолданамыз. Сонымен логикалық амалдарда біз and, or, not қолданатын боламыз. Мысалы үшін бір қарапайым шарт көрейік. Адамның жасын сұрау керек. Егер оның жасы 25-тен үлкен болса, ол бір белгілі зданиеға өз бетінше кіре алады. Егер оның жасы 18 пен 25-тің арасы болса, ол зданиеға тек ата-анасымен кіре алу керек. Ал 18-ден кіші болса, ол мүлдем кіре алмайды деген есеп шығарайық. Ол үшін біз жасты сұрауымыз керек, яғни age деген айнымалы ашамыз. Біз сұраймыз, input арқылы сұраймыз. Жасынды енгіз деген команд берейін. Жасынды енгіз. Бірінші мен осының типін біліп алайын. Print type of age. Яғни мен жасын мысалы 45 дейтін болсам, бұл string int ретінде оқымайды, яғни саны сөз ретінде оқып тұр. Оны сан ретінде оқу үшін мен оның алдына int деген функцияны қоямын. Яғни int деген функцияны қоямын. Сонда мен жасым мысалы 18-де дейтін болсам, класс int типіне жатып тұр. Жақсы, міне. Int input бізге осы үшін керек. Енді тексерейік. Шарт арқылы. Егер, яғни if деп жазып бастаймыз. Егер біздің жасымыз, яғни берілген age'іміз үлкен 25-тен болса, онда бізге рұқсат деу керек. Рұқсат өзім деп қоя салайын. Яғни өзім кіре аласың деген сияқты. Егер бұл шарт орындалмаса, elif деген нәрсені қолданамыз, яғни екінші шарт elif. Егер біздің жасымыз үлкен 18-ден болса, жасымыз 18-ден үлкен, немесе тең болса, және кіші 25-ден болса, print бізге тоже рұқсат. Рұқсат ата-анамен. Жақсы. Else ешқандай шарт орындалмаса, бізге жай ғана рұқсат жоқ деу керек. Так. Рұқсат жоқ. Тексеріп көрейік. Мен жасымды енгіземін, мысалы үшін 16-да дейтін болсам, рұқсат жоқ. Яғни мыналардың ешқайсысы орындалған жоқ. Енді else орындалды. Яғни шартты операциялардың құрылымы. Біз шартты береміз. Егер орындалса, мәні шығады, және одан кейінгілері еленбей қалады. Яғни бір шарт орындалса болды. Сол сияқты нашарт орындалса да астындағы шарттар еленбей қалады. Егер ешқандай шарт орындалмаса, ең соңындағы әйтпесе деген, яғни else'іміз орындалады. Мысалы үшін мен жасым 25-те дейін. Рұқсат жоқ. Себебі мен 25-ке тең деуім керек қой. Онда тең деген белгі қалып кетіпті. 25 десем, рұқсат. Яғни мен жасым 25-ке тең немесе одан үлкен болып тұр ғой. Бірінші шарт орындалды, одан кейінгі шарттар орындалған жоқ. Егер мен жасым 20-да дейтін болсам, рұқсат бірақ ата-анамен дейді. Ата-анамен. Яғни келді, нашарт орындалмады. Нашарт орындалды, одан кейінгілері еленген жоқ. Ал енді қарапайым мысал, and, or, not-қа мысал келтірейін. Мысал үшін бізге бір кинотеатрға ма бір жерге кіру керек. И бізден сұрайды,
менде билет болу керек кіру үшін, немесе менде бір VIP орын болу керек. Екеуінің біреуі бар болса, мен оған кіре аламын. Бірінші сұрайық. Ол үшін has ticket деген бір айнымалы ашайық. Яғни билет бар ма? Has ticket. Билет бар ма? Сұраймыз. Input арқылы сұраймыз. Билет бар ма? Егер бар болса, маған yes деу керек. Ал егер жоқ болса, no деп жауап беру керек. Тура сол сияқты. Менде VIP ба бұл? Яғни бұл VIP орын ба деген сияқты. VIP ба дей салайын неге жай ғана. Так, VIP ба. Егер yes, yes, no, no. Жақсы, біз енгізіп алдық. Енді тексереміз. Егер бізде біздің билетіміз бар ма деген сұраққа ол yes деп жауап беретін болса, мысал үшін yes-қа тең болса, және is VIP деген нәрсе болатын болса, яғни бұл VIP орын ба десе, ол да бізде yes деп жауап беретін болса, кешіресіздер, онда былай жасасын. Екі шартта орындалса, маған bingo десін. Сенде екеуі де бар екен, онда bingo десін. Мысал үшін bingo. Яғни bingo сен кіре бер деген сияқты әңгіме болады. Әйтпесе егер мен екі шартымның біреуі ғана орындалса, мұнда мен bingo дейін да, рұқсат дей салайын. Рұқсат. Егер or деген нәрсе, and деген нәрсе, екі шартта орындалса, біздің шартымыз дұрыс болады дағына, оның мәні орындалады. Ал екі шарттың біреуі орындалмаса, менде ешқайсысы, то есть мәнім false болып кетеді. Яғни бұл шарт орындалмады деген әңгіме болады. Ал or деген сөз, екі шарттың біреуі орындалса, тек біреуі ғана. То есть көп шарттарды бере береміз қалғанша. Тек біреуі ғана орындалса, бізге шартымыз дұрыс ретінде қайтады, яғни true қайтады. Мысал үшін print, жай ғана рұқсат. Жай ғана рұқсат болсын да. Ал егер ешқайсысы жоқ болса, яғни else, print, рұқсат жоқ. Рұқсат жоқ деген мән қайтарсын. Тексерейік. Билетің бар ма? Билетің бар. VIP орын ба? VIP орын. Bingo рұқсат. Бірінші шарт орында, екі шартта орындалып тұр мұна. Яғни, демек bingo рұқсат болды. Ал егер менде билетің бар ма? Жоқ, бірақ VIP па? Онда саған кіруге рұқсат. Ал егер маған екеуде жоқ болса, мысалы no, онда рұқсат жоқ. Бірақ бұл жерде бір нюанс бар. Неге? Егер мен үлкен y деп жазатын болсам, сондай-ақ бір үлкен тағы да y дейтін болсам, маған рұқсат жоқ дейді. Неге? Өйткені мен екеуіне yes деп жауап бердім ғой, бірақ логика бойынша. Бірақ неге рұқсат жоқ? Себебі мұнда үлкен y менен мына кіші y бір-біріне тең емес. Сол сияқты, мына жерде де тең емес болып, бірден екі шарт автоматты орындалмайды, және рұқсат жоқ деген жағдай қайтарады бізге. Сонымен қатар, мен арасында правил қойып, мысал үшін осылай правил қойдым, бір правил болсын, көп правил болсын, кіші әріппен yes дедім. Тағы да правил қойдым, мысал үшін да, тағы yes дедім, немесе no дедім, бәрібір. Тағы да рұқсат жоқ. Неге бұлай? Себебі, мұнда арасында правил бар y деген әріп, және ешқандай правил жоқ, y деген әріп, екеуі бір-біріне тең емес. Код оны тең емес деп оқиды. Сондықтан мына шарттар орындалмайды дағына, соңында рұқсат жоқ деген шығып келеді. Оны шешу үшін былай жасаймыз. Pythonда мынандай функция бар, strip деген. Strip деген функция бар. Яғни бұл функция не істейді? Бұл берілген сөзді алады дағыны, сөзге қатысты функция, екі жағындағы, яғни сол жақтағы, оң жақтағы правилдің бәрін алып тастайды. Правил жоқ болады. Және бізге үлкен әріппен y деп жазып қойсақ, оны кіші әріппен айналдыру керек қой.
То есть сын нәрсе керек бізге. Ол үшін бізге тағы lower деген функция бар. Яғни lower деген үлкен әріптердің бәрін кіші әріппен қалдырады, кіші әріптердің бәрін сол кіші әріп күйінде қалдырады. Мынаған да қоюым керек. Енді тексерейік. Мысалы мен үлкен y дедім, және арасында пробел қойдым дағына y дедім де тағы пробел қойдым. Мысалы үшін екеуіне де есті жауап бердім логика бойынша. Маған бинго рұқсат деді. Өйткені келді, мынаны алды, екі жағындағы бос орындарын алып тастады, жоқ болса сол күйі қалдырады. Одан кейін мына lower келеді дағаны үлкен y-ды кіші y-ға айналдырады. Сонда тура осындай болып шығады менде. Тура сол сияқты мынаған келеді, екі жағына пробелдарды алып тастайды, және үлкен y-ды кішірейтіп жібереді, тура осыған тең болады. Демек менде логика жүзеге асты. Жақсы, енді not дегенге мысал келтірейін. Мысал үшін бізге атымды сұрау керек. Егер мен атым бос болса, атын бос болмауы керек деген хабар шығару керек. Name атымды енгізуім керек, яғни input enter your name салайын. Яғни атымды енгіз. Тексереді. Егер менің атым бос болса, яғни name, not name. Not деген name менде, яғни пустой болса деген сөз ғой. Егер пустой болса, маған пустой болмау керек дейді. Яғни бос болмау керек деген хат шығу керек. Бос атын бос болмау керек. Ал егер бәрі сәтті өтсе, print жай ғана yes. Жоқ, жай ғана атымды шығарып берсін айтадан. Name. Тексерейік. Мен атым мысалы бос кетіп қалды. Атым бос болмау керек. Міне. Not тексерді, not жұмыс істеп тұр. Ал мен атым мысалы бір x болсын, мысалы үшін. Мен атым x болды. Тағы да мұнда тең емес деген белгіге бір мысал келтірейін. Тең емес тағы бір сақтап өте салайық. Ол үшін комментарий ала салайын. Ол үшін бүйтейік. Біз бір мән енгіземіз. Мысал үшін кез келген бір мән енгіземіз. Ол бір белгілі бір мәнге тең болса, ол осы белгілі бір мән деп шығару керек. Ал егер тең болмаса, ол емес деу керек. Мысал үшін a тең input кез келген бір мән. Кез келген мысал үшін сан дей салайын, кез келген бір сан болғасын. Сан болғандықтан мен мұны әрдайым intпен қаптауым керек. Int функциясымен. Енді тексереді. Егер a деген санымыз тең болса, 7-ге тең болса, бұл 7 деу керек. Яғни print бұл 7. Бұл 7. Ал егер егер ештеңе болмай қойсын. Сан енгіз, арасында аш жер салайын, сан деп қоясың. Кешіріңіздер. Сан енгіз, мысалы 7 болды. Бұл 7 деген хабарландыру шықты. Егер 7 емес 5 дейтін болсам, ештеңе шықпады. Яғни ештеңе енгізген жоқпын. Сол сияқты, менің саным, a деген саным 7-ге тең болмаса, бұл 7 емес десін. Бұл жолы. Бұл 7 емес. Яғни сен 7-ге тең емес нәрсе енгіздің. Else print бұл 7 болсын. Бұл 7. Мысалы мен 7-ден басқа сан енгізем. 6. Бұл 7 емес. Міне. A, B-ға тең болған, то есть 7-ге тең болған жоқ, демек осы хабарландыру шығады. Ал егер мен 7 енгізетін болсам, бұл 7. Бүгінге осы. Келесі сабақта біз циклдар өтетін боламыз. While, for өте қызықты болайын деп тұр. Жақсы, сау болыңыздар.